Allahu Akbar деп тұрасың, ойда баяғыда ұмытып қалған бәрі миыңа кіреді. Школдана Гүлсараны жақсы көргенсің, сен сол келеді ғой. Гүлсара кіріп келеді алдыңа. Күтті әдемі шашын қайырып тұрып, бүгедей жасап тұрып, әдемі күліп, сен де оқып тұрасың, ыржиып қарап тұрады саған. Бұл норма, үмметке сіздерге норма. Демек, сенде шайтанмен жақсы соғыс жихад болып жатыр дейді. Мынаның аты не, мына ұңғыманың? Михраб. Михраб деген соғысатын жер деген сөз. Кіммен соғысады? Шайтанмен соғысатын жер. Демек, намазға тұрған адамды шайтан қоя салмайды. Болды, енді жақсы енді. Қой, бұл ана мына адам мен сені қоя салайын бұл демейді. Наоборот, шайтан сенімен быт-шытын шығарып сенімен соғысады. Сол үшін осы жер айтқан. Михраб соғысатын жер мынау. Кіммен соғысасың? Бастадың болды. Ойын. Имам Азам Абу Ханифаның тұсында ол кезде банк жоқ, сейф жоқ, елдер ақшасын алып не істейді, үйдің жерін қаза дегенде кілем жоқ, бетон жоқ, қазат көме береді, қазат көме береді. Соның жаңа әйелдерімізден қазір біз пароль дауыстай беретін жігіттерге отырыз жерде. Пароль дауыстай береді, пароль дауыстай береді. Соң бір күні жүнді боласың, қандай пароль қойғанды өзін ұмытып қаласың. Бәрімізде болды осы нәрсе. Сол қандай пароль қойған, оны жазамайсың да оны бір жерге, оны көріп қояды, оқып қояды. Содан жаңағыда қазады екен, әйел көріп қойды екен деп қазып алады екен, мына көріп қойды деп қазып аласың. Сөйтіп тығып бүкіл жерін бәрі қазып тұрған, ұмытып қалыпты қай қазады. Содан кейін ары ойлайды, бері өйтіп, мынаны қазады, жоқ. Тыққанын анық біледі. Содан кейін не болса да имам ағзам біледі деп, сен анша-мұнша вопростың бәрін шешесің ғой деп. Шешем не болды? Өстіп алдын тығып едім, Құдайым таппай қалдым. Сен деп жақсылап дәрет ал, тахаджуд намазда тұр депті. Тахаджуд бұның шешімі деген. Сонымен жай дәрет емес, контрольный, двойной, тройной қылып тұрып жуып, жақсылап дайындалып, Аллаху Акбар дегенде шайтан келіпті де ана жерде тұр депті. Намаз қалады жүгіріп келіп, қаспа жүріс астына шықсын. Намаз қалды дейді. Содан қуанып, енді ана Емекеңе рахмет айту керек қой енді. Соны таң атпай, дала қараңғы, өйтіп, не бір ұзақтың бопты өзі деген. Сонымен таң атып, енді молдың имам Азамға жүгіріп кепті, міне сізге бір хадия, алтынды таптым десе, имам Азам Абу Ханифа айтты, тоқта алтынды депті. Не болды десе, шүкір намаз оқыдың ба деп айтады. Сөйтсе ана айтады, какой шүкір, мен тахаджуд тастай салдым. Сен сонымен сыналдың да енді, сонымен сыналдың. Сонымен сыналдың. Сондықтан біздің осы дәретпен сыналамыз бауырым. Сол үшін дәретті асықпай ал дегенім сол. Намазға тұрғанда шайтан сені азғырады. Барлықтарыңызда болады. Дәретім бар ма, жоқ па? Дұрыс алдым ба, алмадым ба? Даже кейде жаздың күні қолын жуып, асығып, жүгіріп келіп дәрет алғанда, бүйтіп қарасам, қолым құрғақ болып тұрады. Қолым жудым ба, жумадым ба? Басыма масық тарттым ба, тартпадым ба? Деген ой әбден бізді мазалайды. Неге? Шайтан сені жек көреді. Шайтан сені жек көреді. Шайтанның дұшпаны бол, сонда Құдайға жақын боласың. Хужибатин нари би аль-шахва. Тозақ нәпсіге рахат нәрсемен қоршалады. Және не рахат? Қарын доldырып, артынан жақсылап су ішіп, шашлыкты жеп, айтқан коктейлді жеп, қарында қасын намазда кекіріп ұйықтаған жақсы. Соны әйел болса, ол шаруа бар. Сонымен ол үшін не керек ертеңді тұруда қиын болып қалады да. Ал сосын Абай атамыз айтқан, қарны тоқ, қайғы жоқ, аздырар адам баласын дейді. Көйлек көк немесе. Ал енді хужибатили жәннәти бил макарим. Ал енді жәннет неге қоршалған? Жәннеттің жолы не десеңіз, нәпсіге ауыр болған нәрселер. Ертеңінде тұрып, тәтті ұйқыдан төсектің үстінен шығып, іші суға барып дәрет алып, мешітке барып намаз оқу оңай деп отырсыздар ма? Бәленбай миллион теңгеге жақын қажылыққа, умраға бар. Умраның өзі. Сол ақшаның ішіне миллион теңгені тастау оңай деп отырсыз ба? Өзіңе жетпей жатқан жерден бүйтіп садақа беру оңай деп отырсыз ба? Міне осымен сыналады пенде. Егер бұл нәрсенің бәрі оңай бола беретін болса, бұл құлшылық болмайтын еді бізге. Аллахтан сені сонымен жақсы көремін дейді. Сол үшін бауырлар, дәретпенен намаз сіздің бірінші иман исламдағы орныңыз. Аллаға сендіңіз, екінші құлшылық не бізде? Намаз.